Сәлем, бұл бик қызықлы күн. 1 февраль Робинзон Крузың күні. Сіз аны білесіз енді. Ол роман геройы. Бұл романны инглиз yazıcısı Даниил Дефо yazған. Робинзон Крузо бик қызықлы, мажаралы китап. Бұл китапны yazғыш Даниил Дефо дүнияда таныла. Романны балалар да, олылар да бик яратып оқулар. Робинзон Крузо бір өзі 28 ел утырауда яши. Крузоның прототипі Силкирк деген киши. Ол боцман болған. Бір вакыт ол капитанның білен талашқан. Киши яшамейтерін утырауда түшіп қалған. Силкирк бұл утырауда ешетерін су барлығы біле. Шуға мында хыр вакыт корабеллер туртаған. Ол мында ұзақ тұрмам деп ойлай. Лекин ул ялгышкан. Силкирк мында 4 елдан артык яши. Аны Герцогиня деген корабль көткара. Робинзон Крузо турында кызыклы фактлар. Бу ел романга 300 ел була. Бу роман буенча 25 фильм төшерелгән. Китапның 2 дәвамы бар. Берсендә Крузо Тобольск шәһәренә килә. Бу көнне ничек үздерергә була? Әлбәттә, сәяхәткә китергә. Яки китап укырга. Киносын да күрә аласыз.